new project деген басыңдар. Создавать етейік новый проект. Это company дегенде давай сисін не салды. Title. Посадка здания. Болды ғой да? Сендермен осылай? Енді алып келіп басайық. Қараңыздар, мынау рабочий стол. Үстіңгі жақта бізде біріншісі soil деген грунтты характеристикалар бар. И structures дегенде бізде конструкцияның характеристикалары. И mesh деген ол разбиение конечных элементов. Ал мына flow condition деген ол фильтрацияға арналған расчет, біз оған тиіспейміз бұл примерде. И staged construction, басында айтам. Staged construction поэтапное строительство. Оған бәрін асықпай тоқталып өтеміз. Қараңыздар, бірінші біз расчетный схеманы қосқан кезде мына жерде show materials деген бар. Кірдіңдер ма? Show materials. Потом мына жерде set type soil and interface қалдырамыз. Мына жақта new деген бар, создать. Соны басамыз. Болып отыр ма? Мына жақта identification, название инженерно-геологических изысканий ИГ, бізде, допустим, ИГ-1 болсын мысалы. ИГ-1. Материал модель Мора Колумба қалып қоямыз, дренаж, дрейнер и комментарийға атын жазып қоямыз. Грунттың атын жазып қоямыз, мысалы, сублинг, суппись деп. Болды ғой? Потом мына жерде удельный вес слоя, первого слоя. Жақта бізде километрмен бөлінген. Допустим, давайте 1,8, ну 18-де 18 деп алайық. 18 километр на метр куб. Так, потом, advanced деген керек емес, слай. Плюс қоя салдым да, оған тиіспейміз. Удельный вес берді. Названиясы бар, енді физико-механический характеристикаға кіреміз. Параметры. Физико-механический параметрде мына жерде модуль деформация грунты. Соны жазамыз. Мына жерде километрмен берілген. Мысалы 10 мегапаскаль болса, оны километрін алдырсақ, ол бізде 10.000 километр на метр квадрат болады. Геологияда. Мегапаскаль беріледі ол жерде. Вот. 10 мегапаскаль. 10.000 деп жазамыз. Потом new бізде коэффициент Поссона. Коэффициент Поссона қарайсыңдар интернетте 0,25 мен 0,2 мен 0,3-тің арасы болады, мен 0,5. Соларды қарап сый саласыздар. Допустим, біздің случай 0,3. Потом мыналарда уже автоматически белгіленіп, пропорционально мынаған байланысты, еге байланысты. Егер енем 20 деп өзгертсек, 12 өзгертіп, өзгеретін оны қара. Көрдіңіз ба? Сол пропорционально жүреді. Модуль сдвига. И адометрический модуль упругости. Ой, қайта бөлді деш. 10 деп қаларамыз. Енді strange деген бар. Мына жерде С ол удельное сцепление. Тоже мән беріңдер, километр метр квадратный есептеледі. Ол бізде, килопаскаль беріледі ғой. Килопаскаль тең километр метр квадрат. Допустим, 15 дейік мысалы. Удельное сцепление. Содан кейін бізде угол трения, фи, угол, градус. Тоже жазамыз. Сендерде бар характеристикаларында, 35 деп алайық. И все, қалғандарын тескеріп қойып қалады. Осы параметрін бітірейік. Окей. Бізде уже первый геологический элемент создавать етілді. И то же самое екіншісін істейік. Ол бізде песок қой екіншісі. Мысалға. Жазамыз ИГ-2. Бұланы қалдырамыз. Комментария. Үйге жатсыңдар ма? Комментарийға песокты жазамыз. Песоктың удельный весі, допустим, 20-20. Параметрі кіреміз. Параметрді песоктікі мысалы қанша? 30 мегапаскаль ма? Ол бізде болады километр на метр квадрат алғанда 30.000 километр на метр квадрат болады. Коэффициент Поссона 0,5.
мыналар автоматически өзі белгіленеді. Удельное сцепление песокта бізде 0 болады ғой. Тут программа рубать етпеу үшін давай 0 деп есеп жазайық. Мелочь ештеңе етпейді. Потом фи угол трения. Ну давай 30 деп жазайық. Болды. Мына коэффициент дилатации ештеңе керек емес. Мына скорость уже автоматически белгіленеді агрегатқа. Осыларды белгілейсіздер. И окей. Енді окейді басамыз. Басыңдар ма? Бізде уже материалдар бар грунттың. Енді бізге скважина істеу керек. Скважина істеу үшін мына жерде мына кнопка бар. Create borehole деген. Міне create borehole. Создать скважину. И скважинаның местоположениесін жазамыз. Любой жерге қоя берейік, мысалы скважинаны. Мына қоя салам, бір скважинаны істейміз жұмысты. И мышканы сол жағын басамыз. И бізде уже мындай зат шығады. Окна шығады. Окнада міне бұл жерде скважина 1 деп тұр бізде мына жақта. Названиесін өзгертейік бар. Скважина 1. Потом бұл жерде add деген бар. Бізде слойды қосу керекпіз. Слойды қосқан кезде, басқан кезде, вот бірінші слой. Жаққа материал берілмеген. Соны жаңа создавать еттік қой, 1 мен 2 геологический элементтерді. Соны бірге қоямыз. Бірінші слой, бұл бірінші геологический элемент. Кейін қараңыз. Потом топ верхняя отметка, вот нижняя отметка. Бізде нулевая отметка var мына 0 деп тұр да. Мысалы бізде бірінші слой қанша метр толщинасы? Асылым кісі ма? Ерлем болсыншы, бірінші слой қанша метр мысалы бізде? Давай 4 метр делаем жақсы. Бізде кісі ол? Көрдіңіз ба? 4 метр бізде қосылды слой. Элемент. Потом, екінші слойды көреміз. Екінші слой бізде уже песок кетеді. Песок уже бізде дальше уже ары кете береді ғой. Минус 15 деп алайық, давайте. Міне. Мынау 4 метр, мынау бізде 11 метр общий. Все, окейді басамыз. Осылай шыққан бағыттарында. Кімде шығып жатыр? Бірінші слойды істедіңіз шығып кетіп еді, кейде ол қайтын істейді. Қайттан міне слойға кіріңіз. Мінде скважина тұрады сізде. Қайт қосыңыз скважина, соны 2 рет басыңыз скважинаны. Все. 2 слойды қосып жүріңіз, минус 15 деп. Получается, мына толщинасы бізде 4 метр, ал мына толщинасы бізде 11 метр. 11 метр бар. Қараңыз, бізде мына модель слишком кішкентай сияқты. Мынау общее пространство. Біз оны үлкейту керекпіз да, чтобы бізде здание бар, істеу үшін да ортасына дейді. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мына жақта файлдан кіреміз. Файлда мына project property деген бар. Көрдіңдер ма? Осы жерде мына модель деген бар. Мына модельде мына контур деп тұр ғой, мына контуры. Бізде максимальный x жаққа дейін бізде 12 метр. Оны үлкейтейік, давайте 30 метр деп. Максимальный. А минимальный бізде мына жақта тұр. Оны кішкене тағы былай созайық. По y-ку, то есть по y-ку. Мынау бізде 8 метр. Y максимально 30 метр дейік. А y минимальный ол бізде мынау отметка нулевой координаты. Оны мына қарай созайық кішкене тағы. Тоже где-то 30 метрге созайық. Вот. И x max на расстоянии бізде ол 30 метр ауыстырды. И x минимум мына жаққа дейін бізде тоже минус 30 деп алайық. Окей басқанда мына өзгереді бізде. Вот, көрдіңдер ма? Енді былай ортасына бүйтіп өзіміздің сооружениемізді саламыз, зданиемізді. Шықты ма осылай? Бағыттаны кім беріп отыр? Енді бізде грунт создавать етілді. Енді конструкцияның жесткостары бар, соған көшеміз.
оған көшесін мына жерде show materials деген бар. Материал. Соны басамыз. Но бізде жаңағы грунттың материалдары. Мына тип бар. Типті біз оған ауыстырамыз. Мысалы, бізге бірінші фундамент жоспасын істеу керек. Толщинасын. Плейтистіңе кіреміз. Кірдіңдер ма? Плейтистте new деген бар. Создавайық. Вот. Элемент көп. Название. Роствет тип. Мысалы. Роствет. Роствет, это толщиной, для информации комментарий. Толщиной 0,6 метр. Сосын мына характеристика свойства дегенде D деген сол толщинасы жаңағы ростветтің 0,6 дейміз. Потом Y сияқты бар, гамма. Ол бізде удельный вес бетона. Ана лирада R0 бар сендерде, 2-де 5 аласыңдар ғой. Сол түрі ғой, бірақ килоньютмен берген мән беріңдер. Значит, 2-де 5 болса, ол бізде 25 болады. E тоже модуль деформация бересіңдер ғой, лирада 3 миллион 600 мың, да? Тоже мән берген килоньютмен берген. 6 нөл ғой сендерде, тоннамен бересің ғой. Тағы бір нөл қосасыңдар, сол килоньютмен болады. Получается 30 миллион 600 мың ба? 7 нөл болып өтінде. Все. Вот. Мына өзі автоматически шығады. Модуль сдвига бұл жер. Потом енді коэффициент Поссона. 0,2 ол. Дұрыс па? Коэффициент Поссона. Бетонға. Хорошо. Коэффициент Поссона и relay альфа бета оны қалып қоямыз. Ол керек емес сізге. По умолчанию. Нулевой тұра береді. И окей. Все, бізде плитный элемент пластина. Но пластина ол плитс деген. Пластина бізде росферт бар. Енді соны аламыз да, просто копируем. Бізге перекрытие керек. Ол толщинасы басқа ғой бізде 200. Копия дейміз да, жақта жазамыз. Перекрытие. Перекрытие. Үйгерасыңдар ма? Тоже жақта комментарий дегенге перекрытие деп өзгертеміз. Перекрытие 0,2 метр толщинасы. Сосын бұл жерде толщина тоже өзгертеміз 0,2-ге. И қалғандарын бәрін по умолчанию қалдырамыз. Перекрытияны сарымен белгілеп қойып, бақытша болсын. Сарымен. Все, бізде пластинчатый 2 элемент бар. Енді бізде колонна керек. Колонна и свай керек. Вот, бұл жақта колоннаны істеу үшін жоспасын бұл beams деген береміз. Beams. Кірдіңдер ма? Бұл жақта создай. И бұл жерге жазамыз атауын. Колонна 0,4-те 0,4. 0,4 метр. Комментарий тоже полоскает. Цвет половесен. Тоже модуль упругость, модуль деформации, удельный вес, толтырамыз. Модуль деформации 30 миллион 600 мың, да? Жетеуі қой мына. Вот. Удельный вес бар. Потом қараңыз, beam type, тип элемента. Predefined деген ауыстырамыз. И осы жерде бізде massive rectangular beam. Осыны қалдырамыз. Получается, бұл жерде бізде колоннаның высотасы и ширинасы. Оны бізде 0,4 және 0,4-ке ауыстырамыз. И бұл жерде автоматически площадь шығады.
и инерционный моменттер шығады. И бұл жерде relay альфа бета солай қалдырамыз. Так, колонна бар. Потом свай. Свайдың жосқысын істейік. Создать. Кіріңдер ма? Embedded beam деген кересіңдер? Свай. Embedded beam. Бұл свайдың жосқысы. И создать. И бұл жерге свай 30-да 30 деп жазайық. Размері квадратный. Получается? Қалқан өсінер ма? Айтыңдар қалқан өсінер. Тоже мына свай бізде B25 бетоннан ғой, тоже модуль упругость 4, 5, 6, 7, 8 жоқ. Тағы 0. Потом удельный вес 25. Так, predefined circular beam и диаметрмен. По умолчанию қалдырамыз. И бұл жерде бізде диаметр бар. А, жоқ, диаметр емес. Бізге квадратный ол. Мына circular massive circular beam дегенде massive square beam'ге ауыстырасыздар. Сол кезде міне толщинасы, высотасы и ширинасы бірдей болады. Соны 0,3 деп өзгертеміз. Вот площадь 0,9, индикационный момент осылай болады. Осылай істедіңдер ма? Потом мына жерде аксис кейін resistance деген бар. Свайдың начальный точкада расчетное сопротивлениесі и соңында и соңғы ұшында. Оны есептеу тоже бөлек ол вообще. Просто аламызда 400, 900 и 1200 ауыстыра салайық. Мына өзі есептеу жолы бар, ұзақ кетіп қалады енді. Пока вот так по умолчанию осылай алайық. 400, 900 және 1200. Расчетное сопротивление. Болды ғой, да? Свайдың цветін ауыстырсақ, басқа цветке. Білмеймін. Давай жасыл болсын. Свай жасыл болсын. Все, бізде свай бар, плиталар бар, жосқыстар бәрі бар. Енді расчетный схемасын сызамыз. Так, давайте сохранить етейік нам былай. Яқ сохранить деген басыңыз. Любой папка ашыңыз. Рабочий стол мысалы. Рабочий стол. Потом енді бізге конструкциясын істеу керек. Конструкциясын. Біз ең бірінші росвет салып аламыз и свай салып береміз астына. Нулевой отметкада. Ол үшін бірінші росветтің затын саламыз, габаритін саламыз. Бұл жерде create surface деген бар. Поверхность, создать поверхность. Басамыз. И create surface басамыз. Вот. Еще бір момент. Қараңыз, бізде былай жылытқан кезде бұл жерде бізде 1 метрден жылжиды. Көрдіңіз ба, мына жақта? Біз оны для удобства біз оны 0,1 метрге жылытып үшін сызған ыңғайлы да бізге. Ол үшін бүйтеміз, қараңыз. Exit'ті басыңыз. Бұл жерде option бар. Option. Option'a кірген кезде visualization settings деген кіресіңдер. Кірдіңдер ма? Бұл жерде қараңыз, spacing 1 деп тұр. Біз сызға келдік, қазір біз 1 метр сайын кете берді шақтары. Расчетный соны 0,1 деп алайық. Удобный болу үшін. Істедіңдер ма? Окейді басамыз. Енді қайттан мынаған кіреміз. Create surface. И қара, былай қозғалған кезде уже қара 0,1, 0,3, 0,4 деп қозғалады. Басқаннан кейін мына жерде зат бар. Үстінде top view деген бар мына жерде. Top view. Удобно болу үшін үстіне қарап сызамыз. Top view'ді басыңдар. Басылды ма? Мына жерде Z value дегенде отметка 0 дейді. 0-ді қойыңдар, и set дегенде мына. Болды ма? Міне 0, set. Енді былай сызайық үстінен. Дұрыс қой, нулевой отметка бізде, допустим, росветтің размері 2-де 2 дейді да, мысалға. Әртүрлі болу мүмкін задание бойынша. Басамыз.
или былай жылжытамыз міне қара 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 міне 2 метрге дейін координатаға қараңдар координатаға 2 метр 0,0 болып жатыр ма? Бір басасыңдар мышықтың сол жағын бастыңдар ма? Енді жоғары қарата былай қызыл зат шығу керек поверхность жоғары қарата тоже 2 метр керек бізге көрдіңдер ма? Мына y координатаны көрдіңдер ма? 1,3, 1,2 ровно былай жоғары қарата жылжытыңдар былай құлап кетпесін былай қара көрдіңдер ма? Ровно былай бүйтіп 1,8, 1,9 вот 2 метр бастыңдар ма? Басқаннан кейін обратно былай қарата қайтадан алып келесіңдер нулевойға получается и болды окейді басыңдар былай 3D қарау үшін мына жерде міне перспектив view деген бар соған былай 3D қараймыз біз уже осылай салдық но қазір жесткосыз просто пластина болып тұр лирадағындай просто пластина оған енді жесткий задавать ету керек басасыздар үстінен болып жатыр ма? Салдыңдар ма росверкті? Екі адам сияқты ғой Машина бермейміз ба? қазір жесткосы береміз ғой енді қазір еркебұлан қалып қойдың ба? Қазір орнатып қойдым. Сен скачать етіп жатсың? Иә, бағана компьютерімде қалып қойдым. Хорошо, екі адам болсын да қалмады сендер қалуы мүмкін міне үстінен басасыңдар ғой қызыл зат шығады цвет белгіледім деген мышканың оң жағын басасыңдар мышканың оң жағын создать плиту сначала просто плита жесткость әлі берілген жоқ но уже бізде элемент плита цвет жоқ пока енді қайтадан белгілейсіңдер оң жағын басасыңдар мінде де уже плита шықты бізде плита кіресіңдер жаққа set materials деген бар set materials росверк цветі өзгереді қазір росверктікі и exitті бассақ көк цветіне жаңағы жесткость бізге болды ғой да? Так, бізде росверктің габариті бар, жесткости бар. Енді бізге свай істеу керек. Свай істеу үшін қараңыз, бізде жаңа геологический элементтер, модуль грунтта. Біз мына жерде бізде слабый слой -4 толщинасы. Біз свайда -5 метрге аламыз, чтобы плотный грунтқа кіру үшін. Хорошо? Қайтадан structures'қа кіреміз. Көрдіңдер ма? Так. Именно осы жерден былай бүйтіп свай сызамыз бүйтіп. Жоқ, тартып бүйтейік бірінші. Мына росверкті ортаға алып келіп алайық, удобно болу үшін бізге. Росверкті былай белгілеңдер. И мына жақта create array деген бар. Create array басасыңдар. Мына жерде так, давайте направлениесін y деңдер. Y. Біз алғанымызда былай жылытамыз. По направлению Y былай жылытамыз. Чтобы ортасын алып келу үшін бізде размер 2 метр, 1 метрге былай жылытамыз. Хорошо? Ну, конверт етеміз. Аламыз да -1 дейміз. -1 ғой бізде. Артқа. И окей. Басыңдар ма? Мына жақта екеуі бізде бар, екеуі тұр. Соңғысын ең бастапқысын өршітсаймыз былай. Бүйтіп. Енді мынаны аламыз да қайтадан былай қарай жылытамыз. По x-у. Аламыз, это create array. Направление x. X не. X и былай жазсақ, бізде -1 деу керекпіз. И delete басамыз, сразу өшеді. Міне ортасына әкеледі. Болды ма қалым? Все болды ма, да? Хорошо. Енді свай істеу керекпіз, свай. Оны істеу үшін мына жақта create line деген басасыңдар. Басқан кезде мына жерде embedded beam деп тұрады. Create embedded beam. Свай деген сөз. Болды ма? Вот қараңыз, бізде отметка 0 деп тұр.
мына жаққа алып келеміз. Точкаға, ортаңғы точкаға. Да? Әкеліңдер ма? Иә. Қалып қойыңдар ма? Так, мышканың сол жағын басыңдар бір рет. Потом shift басасыңдар, shift. Shiftпен былай астына түсіресіңдер. Отметканы көрдіңдер. Shiftті басып тұр. Бір уровеньде былай түседі. Отметканы көрдіңдер ма міне? 1-1, түсіре берсек, 1-2 кете береді. Содан слайд 5 метрге дейін түсіреміз. 3-4, 4-2, 4-3, 4-4, 4-9, 5 метр. Былай алып келіңдер мышканы мына жаққа. И shiftті жіберіңдер былай, қайттан. Shiftті жіберген кезде мышканың сол жағын басыңдар. Все, exit. Создался. Болды ма? Өндір болады ма? Басасыңдар. Басқан кезде мышканың оң жағымен embedded beam set materials от свай. Жаңа свай сеттік қой біз материал. Соны добавить етеміз. Енді жасыл цветке өзгерді міне. Жаңа жасыл цветке өзгердік қой. Енді, допустим, бізде свайдың количествосы әркімде әртүрлі. Біреуде 4-еу, 3-еу, 5-еу болуы мүмкін. Давай біз на примере 4-еуде алайық, 4 жағына алайық, 4 свай алайық. Қайттан свайды белгілеңдер. Ау? Қайттан копировать етіп қоямыз. Кішкене консервативный шақ қиындау енді былай. Сондай еді алып қойма. Лира сияқты емес бейді, сол отметкаларын қоя салады. Так, белгілендер ма? Мөлдір? Енді қара. Бізде 1 метр ғой. Ортасынан жіберейік, ортасынан қойып мен пока. По X направление X-ті бас. Міне мына расстояние. На расстояние. Соған 2 метрсін 0,5-те. На полметра. И окей. Вот, көрдіңдер ма? Потом exit-ті бас қайттан, exit-ті бас. Потом қайттан белгілейсіңдер. Қайттан белгілеп ортасындағы. Енді қайттан артқа скопировать етеміз по X-у. Аласыңдар. Вот направление X обязательно. Направление қараңдар. Номеров колонн бізде 1 штук, 2 штук, 1-2. Оны пока қоя тұрамыз. И X минус 0,5 дейсіңдер. Минус 0,5. Сол кезде акейді басыңдар, вот мына жақта 2 слай шығады бізде. Енді как осы 2 слайды белгілеп, былай көбейтеміз, былай көбейтеміз. И мыналар өршіттен лишнілерді. Хорошо? Сол ортасына өршіттік бізге лишний керек емес. Узелді ал. Узелмен қайттан ба? Мен бөліп қара. Ортасынан аласыңдар. Узел бар ғой, узелді өшіресіңдер. 1 узел, 2 узел. Сол узел болмау керек. Желательно. Былай өшіруге болады негізі. Узелдер қалып қойып та бұл жерде, көрдіңдер ма? Енді қара, қытырылды бас. Қытырылды басамыз. Екеуін белгілейміз. 1-2. Все, ғалым сдался, да? Y бойынша. Да, люди тек на сен қалдым. Y бойынша 0,5 смотрим. Иә. Короче, у нас X слайда, былай көбейтеміз, былай көбейтеміз, екі өшіртеміз. Қара. Копировать. Направление обязательно. Қараңдар. Y direction. Былай қарата. Міне, былай болып қой. 0,5. Бастың ба? Минус 0,5. Енді қайттан. Сразу өшіруге болмай ма? Жоқ. Қайттан белгіленіп тұрған пайдаланып қайық. Направление Y. Минус 0,5. Вот. Енді exit-ті бас, delete-ті басамыз. Өшіртеміз. Узелдан лишний өшіріп таңдар. Нежелательно. Мешіт етеді. Вот бізде слай пайда болды уже. Роствер слайны. Сохраним. Болды ма, получается? Потом бізге енді колонна есептеп алу керек. Колоннаның затын сызу керек. Высотасын. Сол үшін қайттан міне create line. Қайттан басамыз create line дегенге. Енді қараңыз, жаңа біз соңғы рет сызған кезде бізде отметка бар ғой, мынау минус 5-те тұр. Оны біз 0-ге келтіре алу керекпіз біз, 0-ге. Мына жақта тұр да, 0-ге келтіре алу керекпіз, чтобы колонна ағайсыз үшін. Shift-ті басасыңдар. Любой жерден shift-ті бас. И былай көтеріп мынаны былай. Мына 4-те 7 тұр ғой, міне мынау. Бізде самое главное 0-ге келтіру керек мынаны. 0-ге келтіріп былай. Shift-ті бас.
ой кетіп қалды міне все shift'ті жібер потом болды бізде нулевой тұр міне қазір былай колоннаны көтереміз получается енді қара жаңағы мына точкасынан бас нулевойдан 0,00 міне ортасынан жаңағы крет лайн дегенді басасыңдар да қайта shift'пен көтересіңдер жоғарыға 3 метр ма бізде колонна допустим 3 метр дейік 3 метр былай көтер жоғарыға міне отметкасын көрдіңдер ма 3 метр бар жесткость береміз иә міне 3 метр мен қойып кетіп тұрмын 3 метр міне ортасына апарасыңдар shift'ті жібересіңдер и мышканы сол жағына басасыңдар все создавать етілді енді exit но пока стержень бізде но пока стержень нет ну даже стержень емес но даже линия бізде ну пусть линия линияны стержень қыламыз стерженьге уже жестко задавать етеміз түсіндіңдер ма потому что жаңағы істеген кезде сразу create line деп пісіп сол это create сразу бейін деп істей беруге болатын еді мысалы ростверкқа толщина бердік па бердік міне міне ростверк үстін бастаңдар міне толщина тұр міне материал ростверк ол ростверк материал мына жақта қарасақ болады сол материалс plates вот ростверк міне 0,6 бәрін беріп шыққанбыз материал енді қараңдар мына просто линия мына белгілейсіздер create стержень қылу керек бірінші create beam стержень басқаннан кейін exit енді материал задавать ету керек біз басасыңдар сол стерженьге вот beamге кіресіңдер мына жақта set materials міне колонна колонна жесткосын задавать ету керек бізде уже ростверк колонна бәрі бар енді әркім заданиясы бойынша әркім шагтар әртүрлі сол үшін бірінші бәрін белгілеп аламыз мынаны Ctrl A бас Ctrl A мындай қызыл болу керек бәрі енді бұл жерде array деген бар жаңа копировать деген соны аласыңдар бірінші давай мына направление копировать етейік потом бәрі белгілеп мына направление копировать етейік хорошо направление X direction қара енді қараңдар расстояние давайте 5 метр деп алайық па 6 метр деп алайық па примерно расстояние ну давайте 6 метр деп алайық мысалы 6 метр деп и number of columns дейді количествосы бізде қанша штук керек 1 2 3 4 5 штук керек па онда оны 6 дейміз давай 4 штук дейік хорошо ол 5-еу болады да былай 2 болып кетеді ғой мынау 1 2 3 4 5 вот көрді ма 1 2 3 4 5 былай болды ма қайттан ба давай бірге істейік давай қайттан белгіле Ctrl A-ны бас назадты бас давай былай төртеу дедің ба былай төртеу дедің ба шағын қанша алдың хорошо 6 міне бірдей болсын үшін өйтеміз осылай ба да міне на направление енді мынау цифровой өсіп па бізде буквенный өсіп па қалай аламыз мынау буквенный болсын былай ұзын болып істей салайық хорошо енді қайтадан Ctrl A-ны бас уже былай бәрі белгіленеді енді оны ары қарай дальше былай қарай бөлітеміз по направлению Y копировать направление ауыстырамыз обязательно Y былай қарата потом шаг қанша аламыз 4, 5, 6 давай 5 метр давай 5 метр и количество нет ұзындау алайық ары қарай ұзындау алайық кішкене жеті шығып кетеді ғой 30 метр ғана все қазір ол жағын қара жеті дейміз мына жақта бізде тақалып тұр былай тіреліп тұр мына жақта мынаны өзгерту үшін қайтадан жаңа баста өзгерттік қой ұзарттық қой былай файлға кіреміз project property деген бар немесе мына бәрі белгілеп қайта астына түрі салуға болады жылсаңдар болады ештеңе осылай дұрыс қой модельді бас модельде мына жақта Y максимум
мына жақты ұзарттық, x максимум мына жақты да ұзарту керек бізге. Мына жақты, y максимум 30 метр емес, давай 40 метр деп алайық. Ладно, давайте 50 деп алайық. Мына жақты 50 да ұзартамыз, 50-ге дейін. Потом x макс тоже 50 деп алайық. Окей, класс? Все, көрдің ба? Мына жақты ұзарды бізге, равномерно болды. Нормально все? Болды ма? Енді бізде плита қалды. Бізде еще регель бар. Регельді үйге алып кетесіңдер, өзіңіз істейсіңдер. Қатты қиын емес регель бойынша. Хорошо. Аға, мысалы, бізде мысалы вокал біздің ойыстарымыздың размерлері әртүрлі ғой. Сонда біз бір-бірден копировать етеміз. Иә, солай істеңдер. Әртүрлі болса солай істеңдер, сол дұрыс. Мына жақта create surface деген бар. Соны басасыңдар. Мына жақта создать поверхность деген бар. Просто поверхность. Сол бастыңдар ма? Бізде соңғы істегенде колонна бізде колонна ұзартқан кезде 3 метрде тұрды да, оны өзгертпейміз. Просто үстіне сала береміз міне. Ұшына апар, потому что біз 3 метрде тұр едік бізде колонна. Соңғы рет салған кезде. Әркім әртүрлі салуы мүмкін, бірінші колонна салуы мүмкін, осы салуы мүмкін. Ана жұмыстауы ұмытпаңдар. Самое главное отметка. Координатаны ұмытпаңдар. Мән бермей. Бөлдім. Мына бас бір против часовой стрелки. Мына колоннаға апарасың. Мына КТРЛ-мен мышканың оң жағын бассаң бүйтіп өзгертуге болады, если что. Былай. КТРЛ-мен. Вот. Мына точкаға қой. Соңғы біздің колонна. Получается? Да, сейчас. Так, екінші точка. Регельдер ма? Жоқ, бірінші қазір плитаны істеп аламыз. Регель үйге алып істей береміз. Регель қатты кейін емес, қолға істей бересіңдер. Вот, міне, на линия, потом на линияға дейін апарасыңдар. Контур. Міне. 1, 2, 3, и потом 4. Сол кезде бізде поверхность только создался. Сұрақ, жаңағы осыны қайтып таңдадыңыз? Қай жерде таңдадыңыз осыны? Міне. Create surface. Поверхность. Создать поверхность. Осылай шықты ма? Жосқыз беремін. Енді жосқыз береміз. Жоқ, мына просто поверхность. Просто қазір плиту создаем, пластину создаем, и потом соған уже жосқыз береміз. Болды ғой да? Иә. Үстін басамыз. Красный болады. Мышканың оң жағын басамыз. Создай. Сначала пластину создать надо. Пластину. Оно просто поверхность бұл. Пластина создавать еттік, енді қайттан басамыз. Басқан кезде мен жерде уже пластина шығып тұр бізде. И set materials уже перекрытиямен. Вот. Жәнегі астындағы стержендерге Ол бәрі беріп шықтық қой біз жаңа. Былай шықты ғой да? Окей, енді бұны этаж бар, бәрі бар, просто көбейтеміз жоғарғы қарата, типовой болып. Мына жақта қараңыз. Мына жақта үйлерді бар ғой, үйлер үсті. Мынау 3D, мынау жоғарыдан қарайды, мынау шеттен қарайды. Бірінші этаж тағы да өзіміз істейміз ғой қолмен ручной. Ну да, солай болып тұр, солай болып тұр. Мынау просто упрощенно істеп жатыр. Қара, мына жерде барлығын белгілей алмаймыз КТРЛ-ға деп та. Ой. Бәрін белгілей алмаймыз. Шет жағына разрез жасаймыз. Мына жерде ең бірінші колонналар белгілеп аламыз, стерженді белгілеп аламыз отдельно. Ол үшін мынаны басамыз, мына кнопканы басыңыз. Мына жерде міне стержен деген бар, осыны басасыз. Select lines. И былай бүкіл колоннаны белгілеп шығамыз. Белгіленді ма? И оны копируем. По Z өңгілері. По Z. Направление бар ғой, направление. Соны Z-ке ауыстырыңдар. И 3 метрден қанша штук? Давай 4 штук дейік. 4 этаж. Енді қайтадан да 3-ді келсек, 3-ді. 3-ні бас. Бізге жаңа несімен бірге көтеріп жүру Жоқ, бірге болмайды бұл темені. плитамен екеуі бірге белгілеп Белгілей алмайды, белгілей алмайды. Мына жақта қарап, мына жақта әртүрлі ол жерде бөлек белгілейсің. Мына плитаны қазір мамамен белгілейміз. Бізде плита, бізде қазір просто бір элемент та, оны просто басасақ болады. Қаула сияқты бізде басып отырмаймыз. Плитаны белгіле қайтадан.
То же самое жаңағыдай комбинация. Копировать, направление Z, 3 метр, 4. Вот так вот. Этаж әртүрлі болуы мүмкін. Кесеш. Так, бізде енді расчетный схема бар. Енді бізде нагрузка бар. Нагрузка белгіленді. Ол А?